Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Қазір күз мезгілі келді, асқабақтар пісіп жатыр. Одан не істесем екен деп ойланып жүрген болсаңыз, дәл осы видеоны қараңыз. Ал бастайық. Бізге керегі ыдысымызға бір стақан ыстық суды құйып аламыз. Кішкене қасықта тұзымызды, 2 қасық тұзымызды салып, 2 қасық үлкен қасықта сұйық майымызды құйып, тұзы ерігенше араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз ыстық, абайлап ақырындап илеп аламыз. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр болады. Ақырындап ұнымызды салып илеп аламыз. Өте оңай, дәмді. Үйде жасап көріңіздер. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымызды жақсылап илеп алып, 15 минутқа пакетімізге салып демалтырып аламыз. 15-20 минуттан кейін қайтадан тағы да бір қамырымызды илеуін қандырып, тағы да бір 5-10 минутқа тағы да демалтыратын боламыз. Бізге керегі осындай кішкентай асқабақ. Барлығын мен тураған жоқпын, жартысын ғана турап алдым. Асқабақтың сыртындағы қабығын тазалап аламыз. Асқабақты ашу өте қиын, қатты асқабақтың сырты. Ал міне асқабақты тазалап алдым. Енді осындай қырғыштан үлкен көзінен өткізіп аламыз. Міне асқабақтарды мен қырғыштан өткізіп алдым. Енді бір пиязымыздың жартысын ғана тураймыз. Жартысын майдалап турап алатын боламыз. Міне дәл видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Енді отымызға табамызды қойып, табамыз қызған соң жарты шөміш майымызды құйып, қызған соң пиязымызды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Ал міне пиязымыз дайын. Енді үстіне жаңағы асқабағымызды саламыз. Енді дәл осылай қуырып аламыз. Газдың отын бәсеңдетеміз. Ақырындап осылай қуырамыз. Үстіне бір қасық тұзымызды салып аламыз. Дәміне қарай саласыздар. Міне осылай қақпағын жауып, дәл осылай демдеп арада қарап қойсаңыздар болады. Дәл осылай міне дайын болайын деп қалды. Енді мен бұның үстіне қара бұрышымызды салып алдым. Жақсылап араластырып, 5 минутқа қақпағын жауып демдеп қоятын боламын. Сонымен біздің асқабақтар дайын болады. Асқабақ өте тез піседі. Ал енді жаңа қамырымыз міне демалып алды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Манты, орамалар сияқты. Бұны кішкентай етіп суалалап жаюға да болатын еді. Бірі кіші, бірі үлкен болып қалмасын деп, мен дәл осылай үлкен етіп жайып алып, содан соң кесіп алайын деп шештім. Барлығы бірдей өлшемде болсын деп, қамырымызды енді жайып аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Міне осындай, дәл осындай жұқа етіп жайып аламыз. Осындай мен тәрелкенің көмегімен домалақ етіп барлығын кесіп шықтым. Дәл осындай жұқа қамыр. Осылай етіп барлығын кесіп аламыз. Қалған қамырларымызды тағы да суала жасап, жайып, дәл үстіп кесіп алатын боламыз.
Ал міне қалған қамырларымызды тағы да суалап жайып қолдануымызға болады. Міне қамырларымызды дәл осындай домалақтап жайып аламыз. Енді ішіне жаңағы дайындаған салмамызды салып шығатын боламыз. Міне асқабағымыз дайын болып шықты. Ыстық, көріп тұрсыздар, буы шығып тұр. Енді қамырымыздың бір бетіне дәл осылай жұқалай етіп жайып аламыз салмасын. Міне дәл осылай видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Міне үстіне жауып, міне чебуреки сияқты дәл жақсылап жауып шығамыз. Келесіде дәл солай ішіне салманы бір бетіне салып, жан-жағына дұрыстап, оны да дәл солай жауып алып, жан-жағын жақсылап шығып кетпеу үшін басып шығамыз. Ал міне мен барлығын жасап алдым. Дәл осылай болып шықты. Енді табамызды отымызға қойып, үстіне сұйық майымызды кішкене құйып, жаңағы жұпқаларымызды салып шығамыз. Міне ақырын жанып тұр газымыз, қатты жақпаймыз. Міне дәл осылай кішкене қызарып қалыпты. Міне дәл осындай болған екен, аударамыз. Үстіне кішкене сармайымызды аударғаннан кейін жағып жібереміз. Міне аударылған бетіне жұмсақ болу үшін. Міне дәл осылай екі жаны қызарғанша пісіріп аламыз барлығын. Шыққаннан кейін екінші бетіне де сармайымызды жағып жібереміз. Міне дайын болды. Дәл осылай барлығын мен пісіріп алдым. Міне дәл осылай болып шықты. Жан-жағына сармайымызды жағып, осылай тәрелкемізге салып алдым. Міне дәл осындай болып шығады. Міне іші жұмсақ, ішінде асқабақтары өте дәмді, қамыры жегенге ыңғайлы, жұмсақ, қап-қатты болып шықпайды. Үйде жасап көріңіздер.